Саламатсыздар ма 8-ші сынып оқушылары? Аудан бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың жалпы нұсқасын түсіндіретін боламын. Оқушылар егер қажет болса физика және алгебра пәндерінің сабақтары және БЖБ, ТЖБ талдау сабақтары және осы аудан бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың бірінші, екінші нұсқасы каналымда бар. Каналға өтіп қажетті сабақтарды қарасаңдар болады. Бірінші тапсырма АЕ және ДЕ кесінділері АБСД параллелограммының бисектрисалары және ЕБС қабырғасына, ал F АД қабырғасына тиісті нүктелер ЕФ перпендикуляр АД екені белгілі. Егер АБ 5 см, ЕФ 2 см болса, табыңыз А тапсырмасы бойынша параллелограммның АД қабырғасын, БД АСД параллелограмм ауданын. Оқушылар, тапсырма бойынша АБСД параллелограмм берілген. АЕ және ДЕ мұндағы бисектрисалар, яғни мұндағы бұрышты АЕ теңдей етіп 2 бөледі және мұндағы бұрышты ДЕ теңдей етіп 2 бөлікке бөледі. Ал енді ЕФ бізде АД табанына перпендикуляр, яғни бұл ЕФ бізде биіктік деп алсақ болады. Перпендикуляр, яғни тік болып түседі. АБ 5 см, мұндағы бізде АБ 5 см, ал биіктігі 2 см екен. Бізге табу керек табанын, адының табу керек және осы параллелограммның ауданын табу керек. Оқушылар, мұндағы БС мен адыны параллель деп аламыз. Ең алдымен табанын табатын болсақ, БС параллель болады адыға және мұндағы АЕ-ні қиюшы деп аламыз. Оқушылар, бізге екі параллель түзу беріліп, және оны үшінші түзумен қиятын болсақ, мұндағы бұрыш пен мұндағы бұрыш тең болады, өйткені олар айқыш бұрыштар. Яғни бұрыш БЕА тең болады бұрыш ЕАД-ға. Енді оқушылар, мына бұрыш бізде қанша болса, мына бұрышта дәл соған тең болады. Өйткені бізде АЕ бисектриса. Сонда бұрыш БАЕ деге БАЕ тең болады бұрыш ЕАФ-ке және олар тең болады мына бұрышқа. Яғни бұрыш БЕА-ға. Енді оқушылар, мына екі бұрыш тең болса, бізде үш бұрыш АБЕ теңбеулі үш бұрыш болады. Табандағы екі бұрышы тең болғандықтан үш бұрыш АБЕ теңбеулі үш бұрыш болды. Енді өздерің білесіңдер, теңбеулі үш бұрыштың бүйір қабырғалары тең болады, яғни АБ мен БЕ тең болады да, және олардың мәні 5 см-ге тең болады. Енді оқушылар, бізде мына қабырғаны таптық, 5 см екен. АБ мен СД өздерің білесіңдер, бір-біріне параллель. Жалпы параллелограмм дегеніміз өздерің білесіңдер, қарама-қарсы қабырғалары қос-қостан параллель болып келетін төрт бұрыш. Сонда бізде АБ тең болады СД-ға және олар тең болады 5 см-ге. Енді оқушылар, БС мен АД параллель, мұндағы енді ЕД-ні қиюшы деп аламыз. ЕД-ні қиюшы деп аламыз. Енді екі параллель түзуді үшінші түзумен қиған кезде мұндағы айқыш бұрыштар тең болады. Яғни бұрыш СЕД тең болады бұрыш ЕДА-ға. Ал енді оқушылар, жаңа бізде есептің шарты бойынша мұндағы ДЕ бисектриса еді, сонда бұрыш ЕДА тең болады бұрыш ЕДС-ға. Мына екі бұрыш тең болды. Енді өздерің көріп тұрғандай, мұнда бізде тағы теңбеулі үш бұрыш пайда болды. Яғни үш бұрыш ЕДС тең бүйірлі.
тең берілу үшбұрыш болған соң мұндағы бізде СД мен есі тең болады. Мұнда біз жаңа СД-ны жазып бердік, 5 сантиметр еді. Сонда СД мен есі тең болды 5 сантиметрге. 5 сантиметр болды. Енді сонда ВС дегеніміз бізде БЕ мен есінің қосындысы, қосу деп алайық, есінің қосындысы, және ол тең болады 10 сантиметрге. Ал енді БС бізде АД-ға тең. Сонда тең болды 10 сантиметрге. Сонда бірінші тапсырма бойынша оқушылар АД бізде 10 сантиметр екен. Енді бізге табу керек осы параллелограммның ауданын. Жалпы оқушылар параллелограммның ауданын табу үшін табаны мен биіктікті көбейтеміз. Табаны бізде АД, биіктігі ЕФ. АД бізде 10 сантиметр, ал ЕФ мінеки 2 сантиметр. Сонда тең болады 20 сантиметр квадратқа. Сонда оқушылар АД қабырғасы бізде 10 сантиметр болды, ал ауданы 20 сантиметр квадрат екен. Келесі оқушылар екінші тапсырма АБС үшбұрышында АБ 9, АС 12, С бұрышы 50, Б бұрышы 100 градус болса, АБС үшбұрышының ауданын табыңыз. Оқушылар есептің берілгені бойынша мінеки Б бұрышы 100-ге тең, С бұрышы 50-ге тең. Бізге осы АБС үшбұрышының ауданын табу керек. Бізге белгілі АБ және АС қабырғасы белгілі екен. Енді егерде екі бұрышы белгілі болса, үшінші бұрышты табуға болады. Бұрыш Аны табу үшін өздерің білесіңдер, кез келген үшбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градусқа тең. Сонда 180 градустан азайтамыз бұрыш Б мен бұрыш С-ның қосындысын. Сонда 180 градустан азайтамыз 100 бен 50-дің қосындысын. Тең болады 30 градусқа. Енді оқушылар бізге екі қабырғасы беріліп және олардың арасындағы бұрышы белгілі болса, біз оның ауданын таба аламыз. Яғни үшбұрыш АБС-ның ауданын табу үшін 2-ден 1-ге көбейтеміз екі қабырғасымен және олардың арасындағы бұрышты. Синус альфаға көбейтеміз. Мұндағы бізде синус альфа 30 градусқа тең. 30 градустағы мәні 2-ден 1 болады. Енді үшбұрыштың ауданын табу үшін 2-ден 1 көбейтеміз. А бізде 9-ға тең, Б бізде 12-ге тең, көбейтеміз. Синус альфа 2-ден 1-ге тең. 2 мен 9-ды қысартамыз. Мұнда 1 болады, мұнда 4,5 болады. Мұнда 12 мен 2-ні қысартамыз. Екеуі 2 деген санға бөлінеді. Мұнда 6 болады. Сонда 4,5-ті 4,5 сантиметрді көбейтеміз 6 сантиметрге. Сонда тең болады 27. Яғни 27 сантиметр квадрат болады. Келесі оқушылар үшінші тапсырмада төмендегі суретте берілген АБС-ды тең бөлу трапециясының периметрі 64 см, ал бұрышты 60 градус. Егер ДС-ның МП-ға қатынасы 1-дің 3-ке қатынасындай болса, онда АБС-ды трапециясының ауданын табыңыз. Оқушылар мінеки есептің берілгені бойынша периметрі 64-ке тең, бұрышты 60 градусқа тең, ДС-ның МП-ға қатынасы 1-дің 3-ке қатынасындай табу керек осы трапецияның ауданын. Трапецияның ауданын табу үшін оқушылар табандарын қосып 2-ге бөлеміз де биіктікке көбейтеміз. Ал оқушылар бізде табандарын қосып 2-ге бөлетін болсақ, ол бізде өздерің білесіңдер орта сызығына тең болады, яғни оны біз МП деп алайық. Осы бізде МП-ға тең. Енді оқушылар бізден мұндағы бар мәліметті қолданамыз. Бұрыш Д бізде
60 градусқа тең. Егерде тең белгілі трапецияның табандағы бұрышы қаншаға тең болатын болса, екі бұрыш та жалпы бір-біріне тең болады. Сонда бұрыш D мен бұрыш A тең болады, және ол 60 градусқа тең болады. Периметр 64-ке тең деген, периметр бізде 64-ке тең, яғни периметр деген сөз барлық қабырғалардың қосындысы, яғни DC, CB, BA және DA-ның қосындысы. DC қосылған CB, қосылған BA және қосылған DA-ның қосындысы. Және олар тең болады 64 сантиметрге. Ал енді оқушылар, бізде DC-ның MP-ға қатынасы 1/3-ке қатынасындай, сонда DC-ны біз X деп аламыз, ал MP-ны 3X деп аламыз. Оқушылар, бізде DC мен BA бір-біріне тең. Сонда DC тең болады BA-ға, және олар тең болады X-ке. Енді орнына қоятын болсақ, DC-ның орнына X-ті қоямыз, қосылған CB қосылған BA, яғни ол X-ке тең, қосыламыз DA-ны, тең болады 64-ке. X пен X-ті қосамыз, 2X болады, қосамыз CB-ны, қосамыз DA-ны, тең 64 деп аламыз. Енді CB мен DA тең болады 64 азайтылған 2X-ке. Оқушыларына бізде кіші табаны, DA бізде үлкен табаны, осы екеуін қосып 2-ке бөлетін болсақ, бізде орта сызығы шығады. Енді осы жерде бөлу 2 деп алайық. Кішкене түрлендіріп алайық. Сонда CB қосылған DA бөлеміз 2-ге тең болады 64 азайтылған 2X бөлеміз 2-ге. CB мен DA-ны қосып 2-ке бөлетін болсақ, бізде MP шығады. CB мен DA-ны қосып 2-ке бөлген кезде MP шығады, ал бізде MP мінекей 3X-ке тең. Сонда 3X тең болады 64 азайтылған 2X бөлінген 2-ге. Енді пропорция құрылып тұр. 3X-ның астында 1 бар деген сөз, 3X-ке көбейтеміз 2-ні, 6X болады, тең болады 64 азайтылған 2X-ке. Сонда бізде 6X қосылған 2X деп аламыз, тең болады 64-ке, X тең болады 8-ге. Сонда бізде MP оқушылар, яғни орта сызығы тең болды 24-ке. Енді оқушылар, біз орта сызығын таптық. Енді бізге биіктігін табу керек. Осы жерден биіктік сызып алайық. Оқушыларына бізде 60 градус еді. Есептің шарты бойынша биіктігі жүрген жерде міндетті түрде 90 градус еді. Сонда бізге мына бұрышымыз белгілі болып шығады. Бұрышысы бізде 30 градус болды. Енді тікбұрышты үшбұрыш пайда болды. Тікбұрышты үшбұрыштың қасиеті бойынша 30 градусқа қарсы жатқан катет бізде мына гипотенузаның жарысына тең. DC бізде жаңа X еді, есептің шарты бойынша, мінекей. DC X еді. X-ті жаңа таптық. Ол бізде 8-ге тең болды. Сонда бізде мұндағы мінекей CH деп алайық мұнда, DH-ты табу үшін DC-ны бөлеміз 2-ге. Сонда ол тең болады 4-ке. Енді оқушылар, биіктігін табу үшін, яғни CH-ты табу үшін, Пифагор теоремасы бойынша DC-ны квадраттап, азайтамыз DH-ты квадраттап, яғни гипотенузаны квадраттап, катетті квадраттап, бір-бірінен азайтамыз. DC-ның квадраты, яғни 8-дің квадраты азайтылған 4-дің квадраты. 8-дің квадраты 64 болады, одан азайтамыз 16-ны, сонда 48 болады. 48-ді 16 көбейтілген 3-те болатын болсақ, сонда 4 төбірасты 3 болады. Мұнда біз сантиметр деп алайық. Сонда бізде енді биіктік табылды, енді ауданын табамыз.
Оқушылар АБС-ды тең беру трапециясының ауданын табу үшін орта сызығын, яғни МП-ны көбейтеміз биіктікке, яғни SH-ға көбейтеміз. МП бізде 24-ке тең болды. Мінекей мұнда таптық. Көбейтеміз биіктік 4 төбірасты 3-ке тең. Екеуі де сантиметр. Мұнда жазып кетсеңдер болады. Сонда 24-ті көбейтеміз 4-ке 96 болады. Төбірасты 3 көбейтіліп қоя салады. Сонда оқушылар ауданы 96, төбірасты 3 сантиметр квадрат болады. Оқушылар түсінікті болды деп ойлаймын. Егер түсінбеген сұрақтарың болса, комментарийға жазып сұраңдар. Сау болыңдар.